Сәлем достар, бүгін сіздерге эскиздің қалай сызылуын үйреткім келіп тұр. Біріншіден A4 парағын алып, онда ұзын сызықша сызып аламыз және кеуденің, белдің және бөксенің ұзындықтарын белгілеп, точкалар арқылы аяғымызға дейін белгілеп аламыз. Және де ескеретін жайт, қолымыздың жартысы белімізбен бірдей болу керек. Қолымызды екі жаққа қаратып саламыз, себебі эскиз салған кезде көйлекте жеңнің қандай позада тұрғаны, жеңнің қандай фасонда болатыны анық көрінуі тиіс. Точкаларды бір-бірімен қосып, ішін толтырамыз және де шашын, бет-жүзін салу эскизге әдемілік береді. Және де эскиз салып болған соң, адамның денесін тұрғызған соң, оған міндетті түрде киімін кигіземіз. Қандай фасонда сол көйлегіміздің эскизін саламыз. Мен фонарик жең салдым, өйткені маған өте қатты ұнайды. Типа жилет сияқты көйлек. Осындай көйлекті жақын арада тіккім келіп жүр. Осымен болды. Бұл фотоны, бұл эскизді жақсылап краскамен боясақ өте әленіп, өте күшті болады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.